көлеңкелеп отыр едім көк талды. Бір кішкентай маған қарай оқталды. Рұқсат сұрап жайғасты да жаныма, аға, сенде мама бар ма? Деп қалды. Не дерімді білмей қалдым тіл жұтып. Кірпігімді алдым жасқа сүңгітіп. Бір сұрақпен жылатып ап балақай, енді менің жауабымды түркітіп. Үндемедім. Жауапқа не етемін? Халі таныс бұл кішкентай көкенің. Анам бар деп айта алмадым, амал не, білем оның анасы жоқ екен. Анасы оның мәңгілікке аттанған. Әкесі жоқ, темір торда сотталған. Екеуінен бір-ақ демде көз жазып, жетімсіреп қалған солай тәтті арман. Бүгін кешке мамам үйге келеді деп, балақай тәттілік кесінен. Мамаң сенің жұмысына кеткенде батасы оны алдап қойған себеп. Кішкентай ғой, оған қалай нанбасын, көніп жүрау, тағдыр басқа салғасын. Өзі жемей, мама келсе берем деп, бір қолына ұстап ап та алмасын. Аңсап жүрау, көргісі кеп жамасы. Кішкентайдың сағынышын қарашы, атын айтып, айғайлайды еркелеп. Бірақ оны естиді ме анасы? Өтсін, көктем өтсін, қыз, жаз, күз мейлі. Байғұс бала үмітін еш үзбейді. Сәби жүрек сезіп жүрме бірдеме, әкені емес, тек ананы іздейді. Үміті зор, келер-ау деп ойлайды. Қасыма кеп тағаламсы ойнайды. Әр әйелге жалт бұрылып елеңдеп, анау менің мамам ба деп қоймайды. Аяп кеттім, жүрек босап елжіреп, екі көзім жасқа толды мөлдіреп. Мұңы қалың бұл сүйкімді балаға айту қиын.